şu, o. Burası, şurası, orası. Bu kim? Bu öğretmen. Merhaba arkadaşlar, selam dostlar. Bugün biz sizlerle Türk tilindeki silteu isimdikteriмен tanışатын bolamız. Türkçe'de silteu isimdikteri qaramızlar. Bu, şu, o. Yani bu degen bul degen söz, şu degen sol, o degen осы degen söz. Bu ne? Bu masa. Yani bol ne? Bol stol deydi. Masa деген stol деген сөз. Яғни біз өзімізге жақын тұрған нәрселер туралы айтқан кезде, көрсеткен кезде bu деген сілтеу есімдігін қолданамыз. Bu, яғни бұл деген сөз. Шу маса. Өзімізден сәл ұзақтау тұрған нәрсеге біз шу дейміз, яғни сол деген сөз. Сәл ұзақ тұрған нәрсе. Шу не? Шу маса. Сол тұрған не? Сол тұрған стол. Үшіншісі о маса. О деген ол немесе осы деген сөз. Яғни өзімізден өте алыс тұрған нәрсені көрсеткен кезде осы сілтеу есімдігін қолданамыз. О деген. О не? О маса болады. Örnek. Bu ne? Bu dolap. Bu kim? Bu öğretmen. Достар, мынау сіздерге қазір тапсырма. Өздеріңіз алдындағы диалог сияқты құрып, өздеріңіз комментарийге жазып шықсаңыздар, мен тексеріп шығамын. Ендеше кеттік. Қараңыздар. Bu ne? Bu ev. Бұл не? Бұл үй. Bu kim? Bu çocuk. Бұл кім? Бұл бала дейді. Çocuk деген бала деген сөз. Bu ne? Bu çiçek. Бұл не? Бұл гүл. Осымен достар, сіздерге сабақ өте түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.